Құрметті студенттер, бүгінгі двигательдердің конструкциясы және динамикасы пәні бойынша қаралатын 8-ші дәрістің тақырыбы қозғалтқыштың корпусы газ тарату механизмі болып табылады. Бұл тақырыптар бойынша лекция оқитын сіздерге мен экономика және бизнес кафедрасының доценті Ақынғазиев Жәмеш. Алдарыңызда көрсетілгендей, тақырыптың дәрістің мақсаты мен міндеттері келтірілген, соған сәйкес өздеріңіздің оқу, анықтау, пысықтау дәрежелеріңізді жоспарлайсыздар. Қозғалғыштың корпусы цилиндрлер басы мен блоктерінен, картридж түбінен, қабықтан тұрады. Цилиндрлердің басы алмалы-салмалы болғандықтан оны бірнеше сұлба арқылы жасырынады. Ол алдарыңызда келтірілген сайттан көруге болады. Алдыңғы екі сұлба бойынша орындалған корпус автомобиль, трактор және жылжымайтын қозғалтқыштарда қолданылады. Үшінші сұлба бойынша орындалған корпус көліктік типтегі шапшаң дизельдерде қолданылады. Мысалы, V2, M601, M602 және соларға ұқсайтындардың қозғалтқыштарының картелері екі жартыдан тұрады, бірінші және екінші. Оны 8-те бір суреттен көруге болады. Мұқият қараңыздар. Цилиндрлер көпшілік жағдайда шапшаң дизельдердің цилиндрлерінің жейдесі жалпы блок түрінде жасалынады. Ол жаңағы атырау айтқан дизельдерде кездеседі. Бір блокта бірнеше цилиндрлерді құю дайындау бағасын арзандатады және қозғалтқыштың массасы мен ұзындығын маңызды азайтады. Бұдан басқа цилиндрлерді блокты қойғанда жұмысшы беттері маңызды тозған жағдайда гильзалық тәркелерді ауыстыруға мүмкіншілік болатындай оларды алмалы-салмалы түрде орындайды. Цилиндрлердің жұмысшы бетін өңдеу қозғалтқыштың типі мен шапшаңдығына тәуелді. Тазалық жонумен немесе тегістеумен анықталады. Кейбір жағдайларда цилиндрлердің жұмысшы бетін тозуға төзімділігін арттыру үшін оны химиялық жолмен, яғни айтқанда азоттау жолымен іске асырады. Цилиндрлердің жұмыс бетінің мүмкін болатындай тозуы мен басқа зақымдануы алдарыңызда келтірілген сайтта көрсетілген. Мұқият қараңыздар. Цилиндрдің жұмысшы бетінің сопақшалануы мен конустануы диаметрі 80-450 мм болғанда 0,1-ден 0,6 мм-ге дейін болуы керек, онан аспайды. Ал енді газ тарату механизміне келетін болсақ, 4 тактілі қозғалтқыштарда цилиндрлер және зарядпен толтыру және жану өнімдерін шығару үшін газ тарату механизмін басқарылатын клапандарды қолданылады. Газ тарату механизмінің құрылымы клапандардың орналасуына және олардың жетектеріне тәуелді болып келеді. Клапандарды бүйірлік орналасқан сұлбаны жеңіл кабинаторлардағы қозғалтқыштарда, ал жоғары орналасқан сұлбаны дизельдерде және сығымдау дәрежесі жоғары қазіргі кездегі автомобиль қозғалтқыштарында қолданылады. Клапандар бүйірлік орналасқанда таратушы жылытқыштағы білік көбіне қайшық тісті цилиндр тегергіштермен әрекетке келеді. Газ тарату фазаларының тезергіштер белгілі бір қасиетпен жұмыс істейді. Ол мына 8-де бір суретте көрсетілген. Яғни газ тарату механизмі бұлай жұмыс істейді. Тарату бөлігінің жылытқыштары итергіш тәрелкесіне тығыз тиіп тұрады. Білік айналғанда жылытқыштар шығыңқы жағымен тәрелкелерді итереді және бұл кезде итергіш көтеріледі.
Клапан өз ұясына жасушаның профильдік бөлігін итергіш тарелкасы өткеннен кейін толық отырады және серіппенің көмегімен ұясына тығыз жабыстырылады. Күйенте мен стакан беті арасындағы саңылау клапан жабық кезде витпен реттеледі. Клапандар саңылауын қыздырылған немесе сұйық күйдегі қозғалысты реттейді. Бірақ завод нұсқасында көрсетілген саңылау шамасымен оны реттеу тәсілін қатаң сақтау қажет. Қозғалтқыш жұмысы көрсетілген саңылау шамасымен оны реттеу тәсілін қатаң сақтау керек. Қозғалтқыш жұмыс істеген кезде клапан механизмінің қосылған жерлері тозады, ол саңылаудың үлкеюіне әкеледі. Содан кейін газ тарату фазаларының бұзылуына, клапандардың толық ашылмауына, қызбаған қозғалтқышта соқтығулардың пайда болуына, цилиндр толуының азаюына, тазалаудың нашарлауына, қозғалтқыш қуатының азаюына және отын шығынының көбеюіне соқтырады. 8-де 2 суретте көрсетілген жағдайда сол саңылауға байланысты қозғалтқыштың іс-әрекеті келтірілген. Әрбір таратушы біліктің алдыңғы шетінде тістегергішті реттеуші төлке арқылы біліктің тіректік бүтіне жабыстыратын гайка бұрап кіргізіледі. Таратқыш біліктің реттеуші төлкесі төлке мен гайкадағы сәйкес бунаққа кіретін кесілген құлыпты гайкамен біріктіріледі. Сол гайка 4 серіппелі сақинамен 6 тежеледі. Реттеуші төлке 3 шлица көмегімен таратқыш білікпен бірігеді. Егер реттеуші төлкені таратқыш біліктен айырып бір шлицаға айналдырып қайта қосса, онда төлке 0,1 айналымға бұрылады. Саусақты жылжытпау тығынмен 5 көрсетілген және серіппелі құлыппен 7 көрсетілген және орнатушы сақиналармен 8 іске асырылады. Назарларыңызға рахмет.